9 ай бұрын күллі Қазақстанды шулатқан Диараның соты басталды. Жындыханасы бойынша нағыз шындық, сіз естімеген сұмдық. Ұрлап кетіп, бір шықпайтын жерге апарып тастамасқа. Тастаса, кім кепілдеймін да, мен содан қорқам. Өткен бағдарламада күйеуіме жолығуға қорқам деген келіншек неге экс жұбайының құшағында жүр? Ал екінші тарап не дейді? Ал бір сезімнен туған алғашқы ұлдары қандай? Ақиқаттың бетін ашты. Вот, қызым, успокойся, не қорқытмашы бәрін түн ішінде. Диляраға дем салған молда не дейді? Жынның белгілері бар. Эксклюзивті кадр, ел білмейді факты бірер секундтан соң. Күйеуім жындыханаға жатқызды деген осыдан 9 ай бұрынғы Диораның ісі қазіргі сәтте сотта қаралып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, дәл осы іске байланысты біз YouTube арнамызда бірінші бағдарламаны ұсынған болатыз. Бүгін міне екінші тараптың өзімен де сұхбаттасамыз. Міне күйеуі қазіргі сәтте үй қамақта, және де Диораны жәбірледі деген азаматтармен де сұхбатты тікелей жүргізетін боламыз. Міне бүгін Диораның күйеуі арнайы мұны қара шаңырағына келеміз. Қазір ұлынан да, отбасынан да сұхбат алатын боламыз. Асты тақтай, үсті тақтай, орта шылдырмақтай бұл 3 бөлмелі үй Диараның босағаттаған шаңырағы. Бүгін біздің түсірілім топ өткен оқиға желісімен екінші тарапты тыңдап, шындыққа көз жеткізуге, әділдікке мұрындық болуға арнайы осы жерге келді. Қазіргі сәтте мына Диараның ұлы, үлкен ұлымен сұхбат алып. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Есімім Құдратулла болады. Құдратулла, фамилия қандай? Нарзуллаев. Жалпы бүгін біздің көрермендер сенің білесің отбасында болып жатқан жағдай бүкіл Қазақстан шулатып, қазір әкеңіз жаңағы үй қамақта отыр. Жалпы айтыңызшы оқиғаны, өзіңіз не айтасыз бұған байланысты? Қысқаша айтқанда бұл жерде таза жала жабу болып тұр анам тарапынан. Себебі осы 2024 жылы 8 наурыз күні келгем оқудан. Сөйтіп келген кезімде анама үйде қарындастарыма гүл алып келген болатынмын, сөйтіп құттықтап, әкем сәлден кейін үйге келгенде торт, тәттілер алып, сөйтіп кәдімгідей нормальный семейный не істегенбіз, ужин істеп, сөйтіп нормальный отырып, бір кезде ұйықтайын деп жатқанда үйден анам прям истерически айқайлаған дауыстар шығады. Сөйтіп не болды деп атып тұрып шықсам, сені өлтіремін деп айқайлап жатыр. Сөйтіп кірсем, спальныдағы кірсем, әкем анам қолынан ұстап тұр. Сөйтіп қарасам, қолында пышақ, анам қолында пышақ. Әкем қолынан ұстап тұр ғой, сөйтіп алып қоям пышақты. Сөйтіп менің бөлмеме кіріп отырамыз, әкем екеуміз. Қарасам, мойнынан, мына жерлерінен қан. Не болды десем, мойнынан тістеген дейді. Сөйтіп ертесіне сағат примерно обедтерде 2-де әкем айтады анама, киініп шық, дайындалып дейді, модаға барамыз дейді. Сөйтіп мен әкем артынан шығам, әулиеде осы жерде тұрсақ, анам шығады, киінген, нормальный. Сөйтіп машинаға отырады, балам, давай жақсы отырыңдар дейді дағын. Менімен қоштасып, машинаға отырып кетеді. Әкем екеуі сөйтіп именно осы жерден бастап мен не болған ғой, мен куә болғам ғой осы жерде ше. Оқиға кезінде куәгерсің ғой? Иә, оқиға сол болған кезде куәгермін. И айтқан ғой анам, мені күштеп, байлап, қинап апарған деп ше, осы машинаға салған дегендер. Оның бәрі өтірік. Мен мына жерде, осы жерде тұрғам, өз көзімен көріп тұрған, ешқандай ондай болған жоқ. Өз келіп, өз отырып, таза жала жауып, бұл жерде әкем 2 досында әкеммен қосып қаматып отыр. Тап қазір бұл баспанада үй қамақта отырған Диараның күйеуі Дилмурат және оның мүгедек қайны атасы тұрады. Ал бүгін тұңғыш ұлы әкесінің үйіне демалысқа келіпті. Айтуынша, әкем түгілі менің өзіме сан мәрте ажал тілеп, оқы көрсетті дейді. Маған да келіп қысым көрсететін болды. Мектепке мен шындықты, мысалы, осы ақиқатты айтып келдім осы кезге дейін, мысалы ше. Соны айтып отырмын. Оқисыз ғой осы жалпы мектеп 12-ші класста оқисыз. 12-ші класста оқимын, Шымкентте. Сөйтіп маған қысым көрсете бастады. Мектептен шығарып жіберем, сен документтеріңді алып қоям деген сияқты. Сөйтіп қысым көрсетті. Мен онымен ештеңе не қылған жоқпын. Сөзінен тереңдетілген мектепте оқисыз ғой, былай жатқанда? Иә, Шымкентте нешті. Сөйтіп
маған қысым көрсеткен, кәдімгідей мектептен шығарып жіберем деп, документтеріңді алып кетем деп, араласпа, мынау айтқан сөздерін, короче, айтпа деп. Қазіргі таңда Құдіретұлы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сыныбында оқитын үздік оқушы, алайда анасы екеуінің арасында болған кикілжің баланың психологиясына кері әсерін тигізген. Онсыз да тірідей анасынан айырылған ол енді мектептегі соңғы қоңырауын әкесіз аяқтаудан қорқады. Білмеймін, қызғаныштан өз-өзімді өлтірем, мен саған сен түбіңе жетем, түрмеде шіртем деп, сондай бір айқай-шулар шығаратын еді да. Жоқ, көресіз ба? Көрсеңізші ме? Көрдім ғой, жаңа кіріп көрдім, бірақ жылап Алып кететін болсаңыз, айтыңыз, алып кетемін деп. жылап жатыр да, мен соларды. домға бармаймын деп жылап жатыр балам. Бармаймын дей ма? Сұраңызшы, өзіңіз сұраңызшы. Күштеп, бірдеңе ондай жоқ менде. Жоқ, жылама. Жоқ, жылама, қорқпа. Ал бұл кейіпкеріміз Гүлнұр Мамайырова Ибрагимовтер әулетіндегі тартысты көрген куәгерлердің бірі. Ол отбасын қолдау орталығының маманы. Дәл сол түні бала шағасы анасына бармайтынын ашып айтты дейді психолог. Жақын арада отбасында жаңа балдардың әкесіне алып келген екен. Сонымен балдарды бермей жатыр, аламай жатырмын балдарды деді. Жалпы сонымен 102 участковый полиция қызметкерімен бардық отбасына, әкесінің үйіне бардық. Сол жерде есік ашып бізді қарсы алды. Сонымен балдарға жүріңдер деп жаңа алып кетейін десек, балдар бармаймыз. Анамызға бармаймыз деп біраз қарсылық білдіріп жылады. Жалпы айтқанда жылады. Бала енді неге бар? Иә, неге бармайсың? Анаңызға неге бармайсыз десек, жаңағыдай дейді, мамам ұрады, ұрсады, бармаймыз біз, әкемізбен боламыз. Солай қарсылық білдірді. Примерно бір жарты сағаттай тұрдық. Қашан қай жағымнан қауіп төніп қалар деп кім кепіл деймін да, кім кепіл тағы мені бір жолдан ұрлап кетіп, бір шықпайтын жерге апарып тастаса, кім кепіл деймін да, мен содан қорқамын. Бұл эксклюзивті кадр Диараның күйеуімен қорқамын деген сөзін жоққа шығарғандай. Жасырын түсірілім осыдан 1,5 ай бұрын 16 тамыз күні таспаланған. Нақтырақ айтсақ, күйеуімнен қорқамын деген Диара осылай алғаш рет сұхбатта ағынан жарылып еді. Диараның көз жасына көрерменмен түсірілім топта сенген еді. Қарап тұрсам, бір енді осы телевидениеға келіп көмек сұраудан басқа амалым қалмады. Қызым өте салмақты, сабырлы екен. Мына жағдай сұмдық, ұнамаса жай ажыраса салу керек емес пе? Оңбаған күйеуімен қосып дәрігерлерді бірге қосып өмір бойына бас бостандығынан айыру керек. Тек бір Алла жазаларын берсін. Прошу взять эту ситуацию под особый контроль департаменту полиции Түркістанской области. Қандай сабырлы әйел, тәрбие көрген адам ғой. Аман сау бол, ұл қыздарының рахатын көр. Ал бұл Диляраға дем салып, жын шығару рәсімін жасайтын белгілі діни маман Әбдімүтәліп Әрсенұлы. Халық арасында емшілік қасиетімен танылған имам бұл жолы біз естімеген тағы бір тың деректің шетін ашты. Маған біреу звондайды. Осы жігіт қой негізі сол кезде звондаған. Осындай әйелінде проблема болып жатыр. Шыңғырады, айқайлайды, түнде не қылмай, кейін екеуміз ерегесіп кетсек, ол кәдімгі көтеріліп кетеді деп жаңағыдай әңгіме айтқан ғой. Күшті болып кетеді ме? Ана кәдімгі не дейді? Көтеріледі дейді қазақшада, көтеріліп кетеді. Сонымен маған звондады, одан кездесейік деді. Біз жаңағы дастарханның басына кездестік, дастархан кафесі не бар ғой, мен как раз сол жақтан келе жатыр едім. Сөйтіп екеуміз кездесіп, осындай мәселе бар деді. Ертең әкел, көріп берейін дедім. Сөйтіп алып келді үйге. Сонда әкелген кезде мен дем салам. Дем салған кезінде жаңағы көздері аларады. Негізі жыны бар адамның негізгі өзінің белгілері, көзі аларып, жаңа қолдар саусақта болай тырыса бастайды. Бұл да дәл сондай нәрселер болды. Кейін біз тоқтаттым, мен айттым, бұған дедім, бұл
жаңағы заттар алып келесіз, соларға дем салып беремін, одан кейін барып солар ішіп сонымен жақсы болады деді. Сөйтіп сол жерге бір дем салып жібердім. Маған келді, жаңағындай нәрсе болды. Иә, сонда Жынның белгілері бар. Диораның күйеуі қазіргі сәтте үй қамақта, сондықтан сұхбат беруге болмайды. Сондықтан мен арнайы қайын әпкелермен тікелей сұхбаттасайын деп келдім. Саламатсыздар ма? Иә, амансыздар ма? Иә, жалпы оқиғаға байланысты айтыңыздаршы, келіндеріңіз осы қазір сотта, міне білесіздер, інілеріңізді сотқа тартып жатыр. Не айтасыздар жалпы келіндеріңізге байланысты? Олымен енді сіздер осы үйдің ең жанашыр несіздер ғой, әпкесіздер ғой. Інілеріңіздің тәрбиесіне, келіндеріңізге байланысты айтыңыздаршы. Осы үйсіп сап тұра көрейін. Саламатсыздар ма бәрлеріңізге? Не деймін? Ініммен екеуі жақсы. Сырттан көргенде бәрі қуанып, индийский любовьқа, короче, сондай болған семья. Білмеймін, араларда не мысық өткенді, екеуі сол қатты ұрсып, бізді шағырған, келдік. Оның алты өздері сол бір-бірін қызғанып ұрсады, басқа ештеңе жоқ. Тек өздері бір ана шу келін манаған біреу звондаса, соны қызғанып, екеуі бір-бірімен қырылып қалады. Үйде папа, мама айтатын еді, бұлар қуанып жақсы отырса, жүреміз ауырып тұрады, 5 минуттан кейін бұлар қайтып қырылып қалады. Сол бір-бірін қызғанып қалады да, болмаса біз ешқандай қатысымыз жоқ. Өз последний время ұрсып, екеуі бұны ұрып, жаңағыда мойынларын тістеп, сондай болған. Онда екеуі последний екеуі ұрсып Ажырас деп айтпадыңыздар ма? Мынау болмайды, мынау түбі мынандай болды. Ажырасып кеткен, оны қанша кетіп қалғанда біз әкелгенбіз. 11 ай ма сондай ажырасып кетіп қайтып келген, ол қыз өзі келіп кіріп, қайтадан екі баласымен қайтадан тағы екеуін туып өздері жазды. Сосын біз қой араласпай қой семья ғой, бұлар жарасып кетті. Осы күнге дейін бір рет Диярның артынан жаман сөз айтқан жоқпыз. Біз келіннің артынан да жарасып кетсе, ерте біз бір шетте қалып кетеміз ғой, жаман болып деп. Желательно балдары бар, жарасын дедік. Білмеймін, құтырып кетті ғой, чересчур. Біздерді жазды, бәріміз милицияға жазып берген біздерді. Вот, қызым, успокойся, не қорқытмашы бәрін түн ішінде. Вот, қызым, вот. Шын айтсаң болады байға, айтсаң өзім еткісіп берем ол. Саған бір сағат болды қалмайсың. Сен екеуің. Абдрахман Қорғанбаев атышулы Диара Ибрагимова ісіне байланысты бірнеше рет тергеуге шақырылып, уақыт жоғалтқанын айтады. Оның сөзінше Диара тарапынан дәлелсіз айыптаулар болған. Соучастник деп, сен осы жерде басты адамсың, осының группаның ішінде басты адамсың деп арыз жазды. Сіз просто лаваш алып... Мен донер доставка істегем сырттағы магазиндағы. Сол жерде тұрғам мен, сол жерде сөйлесіп тұрғам. И соның есебінен мен сол жерде болды, сол кісілердің арасында болды деп қосып жазды мен. Диара полицияға арыз жазып тіпті мен скотчпен байлаған дәл осы жігіт деп мәлімдеме жасаған, алайда тергеу барысында Абдрахманға қатысты бұл айыптар еш дәлелденбеген. Соны 4-5 ай соның артында жүрдім тергеуде. Содан анықталмаған тергеуде ешқандай қатысым болмаған соң мен шығарды. Ол 5 айдың ішінде нелер қандай ойлар мазалайды, қандай травмалар болады, қандай нерв боласың, қартаясың деген сияқты нәрселер болады. Бұлардың папа мамасы бар ма, мамаңның, анаңның? Анам ата-анасы бар, негіз, бірақ уже қанша жылдан бері олмен ешқандай қарым-қатынас жасамайды. Точнысын білмеймін, бірақ әжептәуір 10-15 жылдай. Жоқ, нағашы атаң, нағашы апаңа барып тұратын ба негізі? Жоқ. Уже вообще есімде, кішкентай кезінде может барған шығармын, бірақ уже араласпай кеткенде бір 10-15 жылдай болған точно. Кадрда сөйлеп отырған қарт кісі Диараның әкесі қызына байланысты сұхбат бермейтін, іске араласпайтынын қадап айтты. Қызының істеп жүрген бұл қылығына дәл қазір әкесі ешқандай баға бере алмайды. Әуел бастан-ақ бәрінен бас тартқан. Өгей ата қызыңызбен араласасыз ба, араласпайсыз, соны айтыңызшы. Жоқ. Айта кетейік, Диара ісі бойынша күйеуінен бөлек Данияр Мамуров деген азамат та бар. Дәл осы азаматтың үйіне біз арнайы бас сұқтық, әпкесі сұхбат берді. Қазір Тоқаш Бокина көшесінде тұрмын. Екі тарапқа бөлінген пікірдің шындығын білуге арнайы бүгін туыстарымен сұхбаттасам. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Есімім Айдос. Эльдана. Эльдана ханым. Эльдана ханым, айтыңызшы, жалпы мына сіздің қазір ініңіз Диараның күйеуінің досы, иә? Қазір олар тергеуде, үй қамақта отыр. Иә. Сіздердің қандай айтар шындықтарыңыз бар? Ну, орысша айтайын. Иә, айтыңыз. Я точно знаю, что ребята ни в чем не виноваты. Так же, как и мой братишка, тоже ни в чем не виноват. Он сейчас сидит на домашнем аресте, с браслетом на ноге, уже 7 месяцев прошло. Ну, это
справедливости нету, я так поняла. Они не виноваты, виноваты только в том, что были там рядом с ней. Только в этом виноваты. А так абсолютно за ними никакой вины нету. Да, семейные разборки это так получается. В сторону женщины, потерпевшей, только ее выслушивают, а нас вообще не выслушивают никак. Енді жалпы диарада кешірім сұрауға барған шығарсыздар, иә? Да, не Не один деді раз. жалпы? Не один раз мы ходили, у нее просили. Она сама сюда к нам приходила, тоже не один раз приходила. Қайта сіздерге келіп жүр Да, ма? она приходила в апреле, приходила месяце. Она сказала, все хорошо, я напишу все, что нужно, я дам, это кешірім берем, деді. Потом она приходила в июле, 6 июля, я вот как сейчас помню. Тоже сказала, вы не переживайте, я вам дам кешірім берем. Вот такое было. Ребята не виноваты. А тем более мой братишка, его вообще не было, ни в машине не было. Он не присутствовал там. Просто он попал на камеру, он был в Чимкенте, он был по работе в Чимкенте. Шымкентте болған, Да. жұмыста болған. Да, и он попал просто на камеру, и вот тоже там сказали, что ей руки, ноги завязали. Но по видео видно, что она спокойно сама зашла в диспансер. Дәл қазіргі сәтте мен Ділмұрат Ибрагимовтың қорғаушысы Самат Бақытұлымен сұхбаттасатын боламын. Сәке, қайырлы күн. Иә, аталған қоғамдық резонанс сіздердің видеоларыңыздан кейін туындап кетті. Оған дейін қылмыстық іс бірнеше мәрте, яғни 2-3 мәрте қысқартылған болатын, қылмыстың құрамының жоқ болуына байланысты. Алайда жәбірленуші жанындағы прокуратураға, полицияға қайта-қайта арыз шағым жазып, қайта-қайта табалдырығын тозып бара беріп, сонымен қатар блогерлерді қосу арқылы қоғамдық пікірдің жанындағы кері пікірді туындатып, қылмыстық істің қозғалып, адамдарды қорғауындағы Ибрагимов пен Мамуровтың қамауына, сонымен қатар қылмыстық істің тергеліп, ол арасында дұрыс тергелгені бар, дұрыс тергелмегені бар. Не де болса, қылмыстық істі сотқа енді жіберу туралы шешім қабылдаған. Қазіргі таңда қылмыстық сотта түсіп, сотта қаралу барысында. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 127-ші бабымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп, сол тергеп-тексеру сотқа жолдап отыр. Алайда айтатыным ол аталған баппен қозғалуы, қылмыстық істің тіркелуі заңсыз деп есептейміз. Себебі қылмыс ол бап бойынша психбольницаға заңсыз жатқызған деген бап. Ал психбольница өздеріңізге белгілі Шымкент қаласының аумағында орналасқан. Ол қаланың аумағында орналасқан екен, қылмыс Шымкент қаланың аумағында болып отыр. Сондықтан қылмыстық іс тіркелуі жәндегі 127-ші баппен жәндегі Шымкент қаласының полициясымен тіркеліп, прокуратура арқылы Түркістан облысының полициясына жолдану керек еді. Алайда олай істелмеген, тергеу заңсыз жүргізілген, құзырына кірмейтін жәндегі Түркістан облысының полиция басқармасымен. Оған қоса сотқа Түркістан қаласының сотына жолдап отыр сол баппен. Түркістан қаласының соты қалай қарайды ол баппен? Егер соттылығы заңда нақты көрсетілген болса, 314-ші бапта, қателеспесем, сот қай жерде сот қылмыс болған жердегі соттылық бойынша жіберілу керек, қаралу керек деп нақты жазылған. Сондықтан ол бойынша да біз бірнеше рет шағымдандық, алайда қарап атқан жоқ. Сондай-ақ бұл іске білікті заңгер Бақыт Саматұлы да, оның айтуынша Ділмұраттың Диляраны психиатрлық диспансерге жатқызуына нақты себеп болған, тіпті жұбайының желкесіне тістегенін дәлелдейтін деректер бар дейді. Қорғауындағы Ибрагимов пен Мамуровтың іс-әрекеті қылмыстық құқық бұзушылық құрамы жоқ деп есептейміз. Себебі Ибрагимов өзінің азаматтық некедегі жұбайы Ибрагимованы облыстық психиатриялық диспансеріне емдету мақсатында ғана апарған. Олай деуге, жаңағыдегі психиатриялық диспансерде оның жай күйі, сонымен қатар психикалық жағдайы алаңдатқан. Олай жасауға түнде күйеуінің желкесінен тістеп, өлтіремін деп пышақ алып жүгіруі негіз болған. Оны баласы мен атасы көрген. Бұған қоса қылмыстық істі
тергеу кезінде тергеу органы тарапынан өрескел заңбұзушылықтарға жол берілген. Атап айтқанда, тергеу объективті жүргізілмеген деп естиміз. Тергеудің мерзімі сақталмаған, біріншіден, екіншіден, қылмыстық құрамының болмауына байланысты қылмыстық іс бірнеше рет қысқартылған, үшіншіден, аумақтылығы сақталмаған тергеу кезінде, төртіншіден, қорғауындағы Ибрагимов пен Мамуров қылмыстық субъектісі болып табылмаса да, яғни психиатриялық диспансерге жатқызуға уәкілетті адам болмаса да, оларға психодиспансерге Ибрагимованы заңсыз жатқызды деп айып тағылуда. Ең қызығы, Диара Ибрагимованы қабылдаған облыстық психиатриялық диспансердің қызметкерлеріне қатысты тексеру жүргізіліп, нәтижесінде олардың іс-әрекетінде заңбұзушылық анықталмаған. Біз бұл өрескел заңбұзушылықтар бойынша полиция департаментінің басшылығына және облыс прокуратурасына бірнеше рет шағымдандық. Қалай десек те бұл қылмыстық іс әділ сараланып, әр тараптың әрекеті заң аясында нақты баға берілсе болғаны, тұрмыстық жанжалдың арты темір торға апармауы тиіс. Әрбір істің астарында тағдыр, ашу мен өкініш жатады. Сондықтан құқық қорғау органдар асық шешім емес, әділ үкім шығарады деген сенімдеміз. Заң бәріне ортақ екен, ұмытпасақ болғаны. Қазақстан протоколы бойынша емдейміз. Және қосымша бізде де әртүрлі сертификаттар бар, лицензиялар бар. Соған байланысты документация бәрі толық бізде. История болезін кәдімгідей жазылады бізде. Шағым, ауру тарихы, анализ бәрі. Ұсыныстар, рекомендация дейміз ғой. Сол сияқтан бәрі толық. Феникс клиник бұл Саттарханов 3 және мынау Риксис пен Нұрсаттың күншығыс бағытында орналасқан. Келіңіздер, денсаулықтарыңызға бір сәт уақыт бөліңіздер.